Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қазақ ел қалдарыңыз қалай, бақтарыңыз қалай. Бүгін сол жаңадан видео түсірейін деп жатырмын. Сол бір қалыпты тауықтарым. Мына жақта түсірейін деп жатқан видеом бүгін жаңа тауықтар алған болатынмын. Соларды сіздерге көрсетіп, солар жайлы информация беріп кетсем деп едім. Так, мен мынандай бір тауық алдым. Және де бұл енді общий алдым. Міне бір тауық, міне біреу. Сосын кейін міне. Ажоқна өзімде қолда не біреу. Так, сосын тағы да мынаны алдым. Так, мынаны алдым. Мынау. Осы рядтағы төртеу общем бәрін санағанда 11 тауық сатып алдым. Так, 11 тауықты, бір тауықты мен 3,5 мыңнан алдым. Комментарияда уже адамдар жазып жатыр екен, интерес құрып, қанша тауық бар, жаңадан тауық алғансың ба не деп. Соған жалпы бір видео түсірейін деп жатырмын. Жаңа бұлардың жемдерін беріп қойған болатынмын. Көріп тұрғандарыңыз жаңа кіргенде бәрі шулап нетіп атты, общем. Бәрі алысып отқан, жемге тасып отқан. Так, бұларға қазір кукуруз беріп жатырмын, ол жайлы видео шығатын болады. Жалпы тауықтар осы, бұларды мен ауылдан алып келген болатынмын. Өзім жақта ауылдан сатып алған болатынмын. Өзім ауылым емес, жалпы былай ауылдан алып келдім, сатып алып келдім. Бұлар не себепте алдым десеңіздер, ана жылы менде тауықтар болған, қазір осы бейнеде шығады. Міне осы тауықтар болған менде. Бұл тауықтарды бірақта мен сатып жібердім. Енді сол себептен осы көктемге таман жалпы жұмыртқаға заказ қабылдағанға, және де былай да өзіме де балапан шығарғанға осы тауықтарды алған болатын. Қазір күннің суықтығынан бұлар жұмыртқа тумай кетті. Атакта күнне 3 жұмыртқа, 4 жұмыртқа туып жүретін. Осы қаңтардың басында күн жылы болды ғой бізде. Это плюс -5, -4 градус болғанда туып жүретін. А қазір бізде -15, мысалы данный момент біздің далада -16 градус болып тұр. Ондай кезде әрине тауық суықтың стрессін алады. Суық стресс алғаннан және әрине жұмыртқа тумайды. Так, міне қазір халдары. Не күчіндарын жүр. Көрінді аяқта бір аяғын көтеріп алған. Суық дала. Маған сағат 3-терге таман шығарып қойдым. Қазір ровно бізде сағат 5 болды. Бірақ та күн әлі жап-жарық. Күн әлі отырған жоқ. Так, міне. Өзімнен где-то 15, примерно бір 14-15 тауықтай қалдырғам өзімнен. И осы 11 тауықты алып кеп қостым. В общем, қазір мұнда 25 тауық, 2 атеш жүр. Міне күчін жаңадан жас атеш алып келген болатын. Жаңа бір брама атешім. Өте жақсы таптайды брама атешім. Вообще четко таптайды тауықтарды. Бүгінгі түсірге кетейін дегем, сіздерге айта кетейін дегем, жалпы жаңалығым осы. Мына жерде және де хохлатый бар. Өзім таңдап алған болатын. Жалпы ауылдың тауықтары здоровый болады, дәу болады. Енді осы қысты қыстап шыққаннан кейін көктемге таман дейтін контент дейтін көп болады. Так, және де айта кететін жайт, арнада 800 оқырман болыпты, оған рахмет. Енді дальше цель 1000 оқырман, сонымен ары қарай кете береді. 1000 көрермен сөйтіп көбейе берсін. Достарыңызға, YouTube көретін адамдарға, жалпы YouTube'пен айналысатын адамдарға мен каналымды айтып жүріңіздер. Жалпы тауықпен айналысатын, құс шаруашылығымен айналысатын адамдарға каналымды айтып жүріңіздер. Так, күн жылынғаннан кейін енді цельді инкубаторға обзор жасайым, бұйыртса. Сол күн жылынып бәрі осылардың 24-ін, хотя бір 23-тігі жұмыртқа туа бастағанда соларды инкубаторға сала бастайым. Қазір тумайды. Жаңа көріп тұрғандарыңыздай мына жақта бір күчин аяғын көтеріп тұрып, дала суық, хахалықтары, бас жақтары үсік балан кәдімгіден алда мысалы тоңып тұр қазір. Оларды енді қазір кіргізем. Қазіргі жаңалық сол. Тау саламатта жүзгенше ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, құстарыңыз көп болсын.